Байлық ол ақшаның, малдың, мүліктің көп болғандығынан емес дейді. Мысалы адам пейілі тар болатын, тар екенін өзінде білсе, ол пейілін кеңейтуге бола ма? Әрине болады. Қандай әрекеттер? Жалпы адам өзі өзгеруге бейім да. Енді адам бос болған кезде бос емес адамдар оны пайдаланады. Өзінің жобасына, өзінің жұмысына, сен бос жүр екенсің, уақытың бар екен, маған көмектесіп берсе. Дұрыс, қалай тәуекел ету керек жалпы? Әбден өлшеп, саралап барып, ақылдасып барып істейтін болса, ол тәуекелге барады. Жаңағыдай эксперт деп айтады ғой мысалы. Соны өте жақсы білген адам болатын болсаңыз, инвестор іздеудің қажеті жоқ, ол өзі-ақ келеді. Сапар деген ашылу деген сөз. Сондықтан біз айтамыз ғой, жолдасыңды жолда таны деп айтамыз. Сапарда таны. Өйткені жолдасыңның хақиқи мінезін, шын мінезін біз жолда табимыз, өзімізді. Ассалаумағалейкум, құрметті жағың сынса да сағың сынбасын атты подкасттың тұрақты көрермендері және жаңадан көріп отқан біздің көрермендер. Бүгін біздің қонағымыз белгілі дінтанушы ағамыз ұстаз Құрманғазы ағамыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Өзіңізбен сұхбат құрып отырғаныма өте қуаныштымын. Жалпы өзіңізбен бұның алдында бірнеше рет кездескен болатынбыз. Ризық деген кітабыңызды алып оқығанда едік. Өте керемет кітап. Жалпы барша біздің көрермендерге кеңес беремін оқуға. Жалпы бірінші кезекте ұстаз тафаккур деген жайлы сұрағым келіп отыр. Өйткені сіз өзіңіздің сабақтарыңызда, кітабыңызда сол жайлы жиі айтасыз. Тафаккур деген сөздің мағынасына тоқталсақ бірінші кезекте. Аллах тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде: ей адамдар, жер бетіндегі таза әрі адал нәрселерді жеңдер деген екен. Сол себепті адал асқа өте мән бергеніміз абзал. Соның ішінде етке мән берсек өте дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені кез келген тағам біздің қазақ қоғамында етпен жасалады. Соған байланысты мен сіздерге Алматы қаласында 3 бірдей жерде дүкені бар берекелі ет дүкенін жарнама жасағым келіп тұр. Жалпы бұл жерде өте таза әрі жоғары деңгейдегі, жоғары сападағы еттер сатылады. Бар адрестерін астына жазып кетеміз. Осы байланыс телефондары арқылы хабарласып, етке тапсырыс берсеңіздер болады. Қашанда адал асқа осылай мән берсек, біздің дұға тілектеріміз әрдайым қабыл болады. Біздің еліміздің болашағы сомен дамиды деп ойлаймын. Жақсы сұрақ. Тафаккур деген Құранда бірнеше жерде келген. Қаумен тафаккурун, ойланған қауым бір деп айтады. Солай бітіріп аятты. Немесе ятафаккаруна фи халқис самауати вал ард. Яғни жер мен аспанның жаратылысына қарап тафаккур болады. Тафаккур деген сөз бірінші пікір деген сөзден шығады. Фикр деп айтамыз. Фикра болса ол идея. Ал енді тафаккур ол қалай? Ол жерде әрине жаңағы әріп қосылған сайын, осы сөздің түбіріне әріп қосылған сайын, оның мағынасы да артып жатады. Яғни сөздің байымен мағына да байиды. Осы қағида бар сондай араб тілінде. Сондықтан тафаккур деген сөзді былай мысалы. Тафаккур ол ой мен сезім біріккен кезде. Ой мен сезім. Мәселен, көбінесе тафаккур деген сөзді, осы терминді қолданатын адамдарда енді азын-аулақ оқығаны бар кезінде, медреседе болсын, діни елдерде оқыған болсын, соны қолданады. Ал енді тафаккур не десеңіз, мәселен, саяхатқа шығу, тауға бару, пикникке бару, сол жерде қарау деп. Ол енді болған емес негізі. Одан бөлек мағынасы ойлап, сол нәрсені сезіну. Мысалы, дұға тілеп отқан кезде, дұғаны сезініп барып тілеу оңай емес та? Сол да тафаккурға жата ма? Дұға тілеп отырған кезде? Тафаккур, мәселен, сіз жағдайға түстіңіз. Бір жағдайға түстіңіз. Сол жағдайда сіз қатты сезінесіз ғой. Ал жағдайдан шыққан кезде, жағдайдан бұрын ол нәрсені сезінбеуіңіз мүмкін. Солай? Мәселен, хадистерде келді, және де біз көп қолданамыз. Жаңбыр жауып тұрған кезде дұға айту. Жаңбыр жауып тұрған кезде. Немесе бір адам жәбірленді. Мазлум деп айтамыз. Абайдың тілінде мазлум деп айтамыз. Араб тілінде мазлум деп айтамыз. Зұлымдық көрген адам. Қандай да тараптан. Соның дұғасынан сақтану керек. Әйтпесе жол үстіндегі мұсафир деп айтамыз шариғат тілімен, жолаушы.
жолаушы сапалы жағдай. Иә. халі ол үйінен алыстап Мгм. үйінен алыстаған кезде ол бір шарасыз күйге түсті да. Мгм. Мәселен оны біз мынадай кейде айтады жігіттер, егер біз комфортта болсақ ше, Мгм. керемет бір көлікте кетіп бара жатсақ ше, Мгм. ол кезде біз жайлылық сезінеміз ғой, ол жерде жайсыздық сезінбейміз ғой деп. Жоқ, Мгм. сіз үйіңізден алыстадыңыз, Мгм. үйіңізден алыстаған кезде сіздің жұбайыңыз жасап беретін нәрсе жоқ. Мгм. Ол бізде сіздің байыңыз жезіңізде киіңіз өтіп беретін жұбайыңыз жоқ деген Мгм. мәселен сол. Сол жерге тафаккур деген келсек, енді сіз үйіңізден алыстаған кезде Мгм. қандай жерге барсаңыз да әйтеуір үйіңіздегі жағдай болмайды. Мгм. Немесе жаңбыр жауып тұрған кезде сіз жаңағы аз оңдап айтамыз ғой, мысалы жаңбырдың иісі келді, Мгм. дүние тазарып жатыр. Мгм. Сіздің де терезеден жаңағы қарап тұрсаңыз, немесе сыртқа шықсаңыз үйдегідей болмайды ол бәрібір. Басқаша сезім. Мгм. Үйде отырып мысалы жаңбыр жауып жатыр деген сөзді естігенмен сіз сыртқа шығып денеңізге жаңбырдың тамшылары тамғанын ол басқа, терезеден қараған ол басқа. Сол бір қандай да бір сезімге келдіңіз, сол жерде сіз жаңағы бұл жаңбырдың тамаша нәрсе екендігін ойға алдыңыз. Ойыңыз дұрыс болу керек, бірінші шарты ойыңыз дұрыс болу керек. Өйткені көп адамдар мысалы жаңбыр жауып кетті ғой деп наразы болып жатады. Мгм. Оның ойы дұрыс емес, көрдіңіз. Мгм. Оның ойы дұрыс емес, сол жағдайда ол жерде дұға айтып болмайды. Мгм. Ол сіздің жаңағы болып жатқан жағдайға көз қарасыңыз әуелі дұрыс болу керек, шарты. Мгм. Және де сізге байланысты емес, айналаңызда жаңбыр жауып жатыр. Ол сізге байланысты емес қой. Енді сізге байланысты нәрсе бар, сізге байланысты емес нәрсе бар. Сізге байланысты емес нәрсе ол ауа райы. Сізге байланысты нәрсе, сіз сол ауа райына, сол жағдайға қалай назармен қарайсыз. Сол сезім мен ой. Біз тағы бір мысал келтірейік. Сізге мынандай да, қыс келе жатыр. Мгм. Қараша айы, қазан айы, күздің суықтар түсе бастады. Мгм. Енді сіз айтасыз, мына бала-шаға киім алу керек, Мгм. өзіме киім алу керек, жұбайыма киім алу керек. Мгм. Sorry. Ой келді. Шынында да осы жылы киімдеріңіз жаңалауыңыз керек. Енді қыс жақындаған сайын сізде жаңағы сезімдер күшейе бастайды, мызылдай бастайды. Мгм. Киімім алу керек еді, ертең қар жауып қалсақ қой болады деп. Мгм. Көрдіңіз ба? Бұл жерде ой және де сезім. Қалай сезім? Сіз сыртқа шыққан кезде жаурай бастайсыз, тоңа бастайсыз. Сезім ғой. Сезім мен ой араласты. Сол жерде тафаккур деген сол жерде жүзеге асады. Сол кезде жаңа тафаккур жағдайындағы, сол жағдайдағы дұғалар қабыл болу керек. Мгм. Сіз тәнмен де жаурап отырсыз ғой, Мгм. жанмен де. Немесе Рамазан айында ораза ифтардың алдында 2-3 минут қалды. Ифтардың алдында 2-3 минут қалды. Ол жасырын емес, шариғатта да, хадистерде келген мысалы. Сіз жаңа ораза тұтушы екі қуаныш бар деп айтады ғой. Мгм. Раббысымен қауышқан кезде, және де ораза ауыз ашар кезде. Сол ауыз ашар кездегі де дұғаңыз бар ма? Сіз ауыз ашарда біз 2-3 минут қалыңыз дұға айтамыз ғой. Мгм. Ол жағдай қазір мен су ішемін, күн бойы қарны ашып шөл деп жүрдім. Қазір мен су ішемін деген секілді. Тамақ жей бастаймын деген секілді. Ой келеді, және де сол нәрсені сезіне бастадыңыз. 2-3 минут қалды. Сіз іштей қуана бастадыңыз. Сол жердегі дұға жай уақытта да дұға емес. Ол нәпіл ораза болса да ма? Қайсы болса. Біздің айтып жатқанымыз тафаккур басып өшеді. Мгм. Тафаккур деген ой мен сезімнің арасы. Иә, түсініп тұрмын. Ана сезініп тұрып жаңағы менің айтқаным сияқты ғой, бірақ андай сондай бір сәтте дәл сол нәрсе керек болып тұрған кезде тән мен жан бірігіп тілеуге Алладан. Сол тафаккур, иә? Бәрекелді. Сіз өзіңіздің мына ризық деген кітабыңызды толықтай оқып шықтым. Сол жерде ризықты Аллах тағала шамасы көтере алатын пенделеріне сондай мөлшерде береді, әркімге әртүрлі. Ол көтере алатын шамада ғана береді дейсіз да. Жаңа ризық деген жаңа бір нығмет деп айтсақ та болады, бір Алланың берген бір байлығы, сыйлығы деп айтсақ та болатын шығар. Қарапайым халыққа түсінікті болу үшін. Сол жалпы сол жайлы кішігірім айта кетсеңіз түсінікті қылып ше. Жақсы, ол енді мынандай қараңыз, мысалы
ризық дегенімізде енді кең мағынада аламыз да. Ризық кең мағынасы. Мысалы қазір бұл эфиріміз жалпы оқырманға, аудиторияға, қазақ халқына деп айтсақ болады. Бұл бір ризық. Бұл жерде айтылып жатқан ойлар, ақпараттар. Ал біздің қазір эфирге шығып тұрғанымыз бұл кәсіп. Бұны кәсіп деп айтады шариғатта. Мәселен, Абу Лахаб деген сүре бар, Масад деген сүре бар. Таббат яда биллахаби ва таб, ма агна анху малуху ва ма касаб. Оның малы да, кәсібі, малы да ризық. Кәсібі де пайда бермейді дейді. Яғни, бұл кәсіп біздің қазір эфирге шығып тұрғанымыз, бұл жерде сөйлесіп тұрғанымыз. Ал ризық осыдан туындап жатқан, пайда болып жатқан ойлар. Оны оқырман естісе, түйсе, жақсылап түсінсе, өмірге қолданса, бұл ризық болады. Енді ризық ол адамның шамасына қарай беріледі деген сөз. Мысалы, біреу бұл эфирді тыңдағысы келмесе, оған осы жерде айтылған ойлар пайда бермейді. Өйткені оның ойы осы ризыққа дұрыс болмады. Ал енді кім бірнеше рет қайталап бір кітапты оқитын болса, немесе жаңа осындай подкаст формасындағы жаңағы сабақтарға, ойларға көп қарап түсінемін деген ниеті бар болатын болса, ол соншалықты қараған сайын, немесе кітапты оқыған сайын түсіне бастайды. Ол шамасы сондай адам. Сондықтан адамның жаңағы тағы бір сөзімізге қайтадан келіп жатырмыз, адамның ішкі жағдайына, ішкі ыдысына. Енді біз оны ауыспалы түрде айтып жатырмыз. Соған байланысты. Егер адамның іші, кеудесі тар болатын болса, оған ризық тар келеді. Өйткені кеудесі тар. Мен кітабымда айтып өттім, ризық деген аз келмейді деп айттым. Ол тар келуі мүмкін, бірақ ол сол адамның шамасына қарай. Бірақ ол адам мысалы өзі оның тар екенін білмесе, сезіне алмаса, бірақ кең болса бәлкім, бірақ өзі түсіне алмаса, несі кең ба, кем ба? Яғни бұл адамның түсінуі бір оқып кеткеннен, бір тыңдағаннан түсінбейді. Өйткені қабілеті әртүрлі, адамның қабілеті әртүрлі ғой. Бірақ ол өзі жақсы адам деп айтайық. Енді бұл да айтып жатырмыз ғой, таралып жатқан ойлардың өзі ризық болатын болса, онда бұл эфирдегі айтып жатқан ойларға өзінің көкірегін кеңейтсін. Ол жақсы адам деп жүргенмен де бұл жерде айтылып жатқан ойға сыйдыра алмаса, онда осы эфирде айтып жатқан нәрсеге оның көкірегін тар болғандығы. Ол басқа жерде кең болса да. Солай ғой. Мәселен, сізге жаман нәрсені көріп тұрады да үнемі, сондай ма? Мысалы мысалы мен сізді көріп тұрсам, мен сіздің бойыңызда 30 қасиет болатын болса, 30-ның ішіндегі 27-сі жақсы болатын болса, 3-еуі жаман болатын болса, 3 жаманды көріп тұрсам, оның көкірегі тар деген сөз ба? Иә, өйткені ол адамның өзіне ұтылуы да, өзіне жасаған жамандығы. Бірінші кезде кемшілігін көріп тұрса, иә? Бірінші негізі біз бар нәрседен бастауымыз керек қой негізі. Бар нәрседен бастау керек, да? Жоқ нәрседен емес, мәселен. Сол кезде адамның бар нәрседен бастаған кезде, баршылықты көрген кезде адам бай бола бастайды, да? Біз айтамыз, бай деген ақшасы көп деп айтамыз. Көп адамдар сөйтіп айтады мәселен. Санамен бай болдым. Содан шығады тез баю деген нәрсе шығады. Ол тез баю деген нәрсе жоқ нәрсе асылында. Негізінде жоқ нәрсе. Негізі хадисте енді, аят пен хадистен басқа енді одан асқан тура сөз жоқ қой енді. Адам қателесе береді, бірақ аят пен хадис ешқашан қателеспейді. Пайғамбарымыз бір хадисінде саллаллаху алейхи ва саллям былай айтады да, бір хадисінде: "Лайса лгина би кафратил арад". Байлық ол ақшаның, малдың, мүліктің көп болғандығынан емес дейді. "Валакинна лгина гинан нафс". Алайда нағыз байлық, немесе байлықтың өзі жан байлығы деп айтады. Жан байлығы. Ол деген сөз қалай? Сіздің сол кәсіпке, сол деген ақпаратқа, сол білімге, немесе сол адамға, сол жақтан келетін ризыққа сіздің көкірегіңіз қаншалықты кең болды, соған байланысты. Мысалы, мынандай ғой. Бір адам тіл үйрене бастады. Мысалы, сіз ағылшын тілін үйрене бастадыңыз. Тіл үйрену, ол грамматикасына сай, ол білім. Енді сіз дағдыңызды дамытасыз. Дағды.
сіздің сөйлеу дағдыңыз көбірек па, жазу дағдыңыз көбірек па, немесе сол ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу дағдылығыңыз көбірек па мысалы. Енді өнеріңізді білім, одан кейін дағды, одан кейін өнеріңіз көп болса, сол тілді үйренудегі өнеріңіз, сол адамдармен қысылмай сөйлесе бересіз ба, сіздің өнеріңіз бар да, өнерлісіз. Жаңағы шетелдік саяхатшылармен жаңағы жол көрсетуші болып сөйлесесіз ба, мәселен, бұның бәрі өнерге жатады. Қалай түрде сіз өзіңізді көрсете аласыз, қалай түрде өзіңіздің біліміңізді жаңағы ұштап тәжірибеңізді көбейте аласыз, соған байланысты. Және де мінез құлыққа байланысты. Осы нәрсені қазір төртеуін айтып жатырмыз. Білім, өнер, дағды, мінез құлық. Мінез құлық деген кезде біз айтып жатырмыз, құлық деген сөзді айтып жатырмыз. Бұл арабшада хулуқ деп айтады. Оны пайғамбарымызға жайлы Алла тағала бір сүреде сен шын мәнінде жоғарғы мінезге иесің деп айтты. Сонда мінез ол айналасында адамдармен жаңағы қарым-қатынаста білімін қаншалықты қолданады, соған байланысты. Тіпті мысалы сіз білімді өміріңізде қолдана алмай тұрып, мінезді дұрыстау керек. Сол кезде мінезіңіз дұрыс болған кезде сіздің біліміңізден өзіңіз пайдаланасыз. Егер мысалы мен мінезім шатақ болатын болса, менің беретін білім ешкімге керек емес та. Өйткені мен бойымда көптеген проблемалар көріп тұр ол кісі. Болып отырса мен беретін білімде ол алмай кетуі мүмкін да. Сондықтан жаңағы қасиеттер болу керек. Міне осы жерде осы кісіні біз бай деп айтамыз. Ондай бай адам қай жерге барса, Қазақстанда болса да, қай жерде болсын, дүнияның қай жағында болсын, ол бай болып кете алады. Оңай. Бай деген сөз ақшасы бар деген сөз емес. Қай жерге барса да, қандай жағдайда болса да, ақша, мал жинай алатын, жаңағыдай сондай адамдарда білім бар, қасиеті бар, өнері бар, дағдысы бар, мінезі бар адам. Пейілі кең дейсіз. Осы жаңа пейіл мәселесіне келіп тоқталып қалдық қой жаңағы. Мен сұрағым келгені, мысалы адам пейілі тар болатын, тар екенін өзінде білсе, ол пейілін кеңейтуге бола ма? Қандай әрекеттер жасау керек ол үшін? Пейіл кең мінезге байланысты. Біраз сондай нелері бар шығар деймін да. Мысалы сезініп жүргендері бар шығар, менің пейілім тар деп. Жақсы, біріншіден мына сөзді ашып алайық. Пейіл деген сөз арабшада фиал деген сөзден шыққан. Фиал деген сөз әрекет деген сөз. Іс-қимыл. Біз көбінесе пейіл дегенді ниетпен шатастырамыз да. Ниетпен, оймен. Ниет деген сөз ол бірінші былай айтайық. Ниет деген сөз ой, және ол бағытталған ой. Бағытталмаса ол ниет деп айтпаймыз. Өйткені сөзде ол қасыт деген сөзден шығады. Қасыт деген сөзден шығады, ол мақсат болып шығады. Шариғатта ниет деп айтады. Құранда ниет деген сөз келмеген, хадисте келген ниет деп. Ал енді біз сыртқы сөзде біз мақсат деп айтамыз оны адамдардың арасында. Ол мақсат қайдан болады? Ой болады, және сол іске бағытталған кезде, іштей сырттай бағытталған кезде ол мақсатқа айналады. Мақсатым бар деп айтасыз. Егер тек құр оймен жүретін болса, оның мақсатым бар деп айтпайды ол кезде. Және де сіздің жаңа сұрағыңызға қайтып келеге, ол пейілді тартуға, тар пейілді кеңейтуге бола ма? Әрине болады. Қандай әрекеттер? Жалпы адам өзі өзгеруге бейімді. Адамның жаңағы өнерімен, біліммен, іштегі нәрселермен өзгертпейтін нәрсе жоқ. Ең бірінші нәрсе, ұстаз, менің ойымша осы өзгеруге байланысты қалау, адам. Бірінші қатты қалау керек. Қараңыз, мысалы, қалау. Сіз бір ризықты қаладыңыз. Ризық деп айта беретін кейбір адамдар сіздің сауалыңыз ризықпен ғана байланысты ма деп айтады да. Мен сұрақ қоямын. Жақсы, басқа тақырыпта сөйлейік, бірақ ризық емес бір тақырыпты өзіңіз айтыңызшы деп айтамын да. Айналып келгенде бәрі ризық. Енді пейіл дегенді жаңа айтып өттік қой. Ол ойымен іс-әрекеті болып шықты да сонда. Біздің қазақша мағынаны қосқан кезде, арабша мағына фиал деген сөзді айтқан кезде, ол фиал, ол іс-әрекет. Олай болса, мен оймен іс-әрекетімді дұрыстауым керек та. Пейілім дұрыс болады сол кезде. Оймен іс-әрекетімді дұрыстаған кезде, қасымда тұрған, айналып тұрған ризықтарды мен көре бастаймын. Солай ғой. Мен, мәселен, осы эфирге, сіз эфирге шақырдыңыз. Осы эфирге мен келмес бұрын, мен ойымды дұрыстауым керек та. Айдос мырза, мен подкастқа түсуге бола ма, болмай ма? Осы тақырыптар сөйлеуге бола ма, болмай ма? Жалпы мен уақытымды жұмсайын ба, жұмсамайын ба деген сөзді, мәселен, иә, немесе жоққа тірелуі мүмкін да. Қазір ол жерде болып жатқан біздің іс-әрекетіміз, пейіліміз
ол біздің ойымыздың дұрыс екендігін, кең екендігін, тар еместігінің дәлел. Енді ой қашан кең болған кезде, міне дәл қазір біз әрекетке келіп жатырмыз. Бұны фиал деп айтамыз, қазақта пейіл деп айтамыз. Солай ғой. Олай болатын болса, осы екеуміздің жаңағы бұл эфирімізден ризық туындап жатыр ма, ойлар туындап жатыр ма? Бірінші ой ризық негізі. Бірінші ризық негізі ой. Бірінші ризық негізі ой. Біз айтсақ, ақша ризық деп айтатын болсақ, ол ақша қайдан алдыңыз? Ол бірінші ой болып келді ғой. Ол идея болып келді ғой. Сол идеяны іс-әрекетпен ұштастырған кезде ақша да келеді. Олай болатын болса, біз бірінші ақшаға жетпес бұрын пейілімізді дұрыстауымыз керек. Кеңейтуіміз керек. Осы сондықтан жаңа қазақтың сөзі шығады ғой, кең болсаң кем болмайсың деген сөз. Солай. Бір кең болсаң деген сөз анау адамдар жомарттықпен салыстырады, өзінде бар болса да, жоқ болса да бере беру деп айтады. Жоқ, одан бұрын кең болу жаңағы Құранда келеді, афаман шарахаллаху садраху лил ислам. Жалпы ана дінге, исламға, ислам деген кең мағынасы, ислам деген тек намаз ғана, зекет қана емес, мешіт қана емес, ислам деген көп мағынада ол. Не нәрседе сіз сәлемдік көресіз, не нәрседе амандық көресіз, сол ислам. Солай ма? Мынандай сұрақта ұстаз, жалпы мен сізге дайындаған біраз сұрақтарым бар еді, бірақ мен де сізбен сөйлесіп отырып, өзі сұрақтар шығып кетіп жатыр да енді. Ойды ой қозғайды. Иә, ойды ой қозғайды демекші. Жалпы мен өзім шетелдің жаңағы нелерінде көріп тұрамын. Брайан Трейси деген кісілер бар ғой, білетін сол кісілердің нелері еді. Көп нәрселері дұрыс айтқан, кейбір нәрселер біздің шариғатқа, дінге қарама қарсы келіп жатады, бірақ олар былай айтады да, сол кісілерден естідім, тағы біраз жалпы шетелдің осындай коуч тренерлерінен естідім да, жаңағындай жетістікке жеткің келе ма, бір жоқ деп айтып үйрен дейді да. Жоқ деп айтудың сөзі, мағынасы жаңағындай уақытты босқа өткізбеу дейді да. Ол уақытты босқа өткізбеу деген, мысалы үшін бір адаммен сені кездесуге шақыратын болса, жаңа өзіңіз де соны айтып отырсыз. Онымен кездескеннің саған мына, енді біз енді мұсылман болғаннан солай айтамыз ғой. Жалпы енді олар басқаша айтады. Жалпы ақыретіңе, мына өміріңе ол адаммен кездескеннен ешқандай пайда болмаса, жоқ деп айту керек дейді да. Жақсы, дұрыс сөз. Егер мысалы мынандай да, бір жігітті бір орта шақырды, немесе достары шақырды. Қайда барамыз? Жүр, қыдырайық, гитар тартайық, темекі шегейік, барға барайық. Тіпті шайға шақырсын. Бірақ әңгіменің бәрі андай да. Жақсы. Шайға шақырды. Бірақ ол жерде адамды зерттеп алу. Кім барады? Кім барады? Кім бар ол жерде? Ол өйткені 1-2 сағат сол жерде отырайын деп тұр ғой. Егер ол жақсы сұхбат болсын болса, ол Алланың алдында есеп бермейді. Жаман сұхбат болатын болса, ол бірінші негатив оймен шығады. Жаман оймен шығады. Жаман оймен шыққан адам жақсылық әрекетке бармайды ешқашанда. Ол үйіне жаман оймен келеді. Сөйтіп жұбайына, балаларына тиісе бастайды, орынсыз сөйлей бастайды мысалы. Солай ғой. Сонда ол өзі де жек көрінішті болады. Әсері анау да, түпкі. Әлем бір-бірімен байланысты. Әлемде ешқандай нәрсе жоқ, бір жеке басты ешқандай нәрсемен байланысты емес деген сияқты. Сондықтан жаңағыдай зерттеп алу керек шын мәнінде. Сіз мені шақырдыңыз ба? Әйтпесе мен сізді шақырдым ба? Олай болатын болса, бұл адамның былай айтқан кезде жауыммен шақырмауым керек та, досыммен шақыруым керек. Ол адамның ортасы кім? Және қандай мақсаттағы сөздер қозғалады? Бос емес та. Ол сол нәрседе енді. Сондай нәрсеге жоқ дей білу керек. Ол орынсыз тарыл деген сөз емес қой. Ол сараңдыққа түс деген сөз емес. Өйткені біз әр уақытымызға, әр ісімізге кіммен жүрміз, соған да жауап береміз да, соған мәселе. Мысалы біреулердің жаман достары шақырды, жаман, енді жаман пейілді. Оған жоқ деп айту жақсы ғой. Ондай адамдарға жоқ деп айтқан керек та. Сондықтан жоқ деген айту кейде керек болып қалады. Өзімізді тануға жол тапқанда мүмкіндікті мол табамыз дедіңіз. Өзімізді тануда ең алғашқы қадам қандай болу керек? Жақсы. Бұл енді өзімізді тану деген сөз ол шариғатта да келген. Біз жалпы біздің тарихи тұлғаларымызда исламдағы. Мысалы, Түркияда Османлы дәуірінде өте белгілі болған тұлға ол Мәулана Руми. Мәулана деп айтады. Түрк болған ол кісі? Иә, Османлы дәуірінде өмір сүрген. Ол кісі айтады, мен көп нәрсені жоғалттым дейді. Есесіне өзім таптым дейді. Ама
кендіме болдым дейді да, дұрыс айтқан кезде. Яғни өзімді таптым дейді. Сонда нені жоғалтты деген. Сонда бір уақытын жоғалту мүмкін. Бір нәрсеге, бір іске бару мүмкін, қате екендігін біледі. Ол сол жолда ақшасын жұмсады, уақытын жұмсады, энергиясын жұмсады, жүйкесін, денсаулығын жұмсады. Нәтижесінде өзін тани бастады, өзін тану керек. Ол деген сөз не білдіреді? Әрекетке бару керек та. Әрекетсіз отырып мен кіммін деп айтпаса біреуден сұрау, ол енді тарлау нәрсе. Ол негізі адамның өзін тану әрекетпен басталады. Сондықтан Абай атамыз айтады ғой, адамның адамшылығы істі қалай бастағанда, істі қалай аяқтағанда емес дейді. Істі қалай бастады ол адам. Жақсы адамдармен бірге бастады ма? Жоқ, жеке пайдасымен, жаңа айтқан сияқты эго жүйесіндегі әрекетпен бастады ма? Жоқ, эко жүйесіндегі әрекетпен бастады ма? Соған қарай өлшенеді. Адамзатқа пайда берем, айналама пайда берем деген ниетпен басталды ма? Олай болатын болса, оның әлбетте табысы көп болады. Осы ойдың өзі табысты ой. Табысты ой, табыс қалып барады. Оған ешқандай күмән жоқ. Сондықтан жаңағы өзін танып алу деген сөз өте орынды нәрсе. Мысалы, сіз мынаны ұсындыңыз, мына сусынды. Мен оны сұрауыма болады. Айтасыз ба, бұл қандай нәрсе? Бұл шырын ба? Жоқ, шай ма? Бұл салқын су ма? Жоқ, кофе ма? Сұрауыма болады. Оның ешқандай айыбы жоқ. Және кейбіреуінен бас тартуыма болады. Солай ғой? Кешіріңіз, мысалы, деген секілді. Сондықтан алдымыздағы нәрсені, жан-жағымыздағы нәрсені, одан кейін өзімізді алдымен танып алу, ол өте орынды нәрсе. Ал енді ешкім танымаса, барар жерін танымаса, қайда бара жатқанына жауап бере алмаса, онда әлбетте адасады ол. Мына орыс тілінде успешный деген сөз бар ғой, ұстаз. Успешный деген сөздің түбірі успеть дегеннен шығады екен да? Беру. Енді бірақ бір кәсіп бастайын деп жатқанда, бір іс бастайын деп жатқанда, кейбір асығыстық танытып жібереміз, бірақ асығыстық танытпасақ сол кезде істеу керек еді, сол кезде кешігіп қалдым деп жатады. Жалпы қалай соны дұрыс анықтау керек? Мысалы, бір істі бастау керек кезін асығыстық танытпай, оның асығыстық емес екенін қалай ажырата білсек болады? Енді қазақ тілінде де жетістік деп айтамыз, ол жету деген сөзден шығады ғой, түбір. Оны қазақта, мысалы, араб тілінде де, Құран тілінде фауз деп айтады, фалах деп айтады. Мысалы, біз азан айтқан кезде хайя алал фалах деп айтамыз ғой, құтылу деп айтады да. Яғни құтылу қашан құтылады? Ол әрине ол жетістікті сәтті бір нәрсе істесе де құтылады да, мәселен. Сондықтан жаңағы жетістікті нәрсе мынандай да, осы жайында бір хадисті айтып өтейік. Иғтаним хамсан қаблал хамс деп айтады хадисте. 5 нәрсе келмей тұрып, 5 нәрсені пайдаланып қал деп айтады. Ол қартаймай тұрып, кәрілік келмей тұрып, жастық шағында, ауырмай тұрып, денсаулығыңды, дәулетің таймай тұрып, дәулетіңді, өмір таусылмай тұрып, өмірді, жұмыс басты болып, нәрсеге қол тимей кететіндей жағдай болмай тұрып, бос уақытыңды пайдалан деп айтады. Осы 5-еу. Олай болатын болса, ризық әлбетте ол уақытпен көмкерілген да, уақыт бар. Мысалы, сіздің сабақ алуыңыз, ол ризық сізге түйген нәрсеңіз. Ол да бір уақытпен шектелген, пәлен күні, пәлен сағатта деп. Солай? Ал енді сіз ол ризықты, білімді пайдаланбай қойсаңыз, ол ұмытылады. Солай ғой? Олай болатын болса, сіз кешікпей шыққан бойда, бір нәрсені түсінген бойда өміріңізге араластырыңыз, сол нәрсені, тіршілігіңізге серік етіңіз. Сол кезде сіз шын мәнінде пайдасын көресіз. Сонда Абай атамыз айтады, ғылым таппай мақтанба деген өлеңде бар ғой. Қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді. Қолымды мезгілінен кеш сермедім. Солай? Балалықты қисаңыз деп айтады сол тағы да. Көрдіңіз бе, бұл уақыттармен байланысты да. Шын мәнінде ризықтар уақыттармен байланысты болады. Ал енді кейбір тағы бір нәрсеге келейік. Үлгермей қалдым деп жату, ол шынында да Ағзубилладан бол. Жоқ, мәселен мынандай да. Жаңа өкіну, егер де биткенде дегенде болып кетемін ол кезде. Егер мен жастық шағымда биткенде, мысалы, мен де айтамын ондай.
жоқ, ол қашан шайтан, ол қашан араласады. Егер деген сөзіміз дәл қазір болайын деп тұрса, қолданысымызда көп болатын болса, шектен шығып кететін болса, сабақ түю емес, ғибрат алу емес. Егер өтіп кетті, егер деп ол стресске, депрессияға, күйзеліске түсе бастады. Ол кезде ол шынымен шайтанның ісі. Ол өзі сол есікті өзі ашты, хадисте айтқан секілді. Кафратуллау, яғни тафтаху амал шайтан деп айтады. Шайтанның есігін, амалының есігін ашады дейді. Сондықтан ал енді бір нәрселер бар, уақыты соған келді. Мәселен, сіз бір ай бұрын, Рамазаннан бұрын эфирге шақырдыңыз осы подкастқа. Енді ол кезде менде сабақта болдым, ол өте шығамайтын уақыт болды. Мүмкін осы күні дұрысырақ шығар. Біз осы эфирге көңілімізді көбірек бөлуіміз керек та. Сіз айтып отырсыз ғой жаңа, мысалы, көптеген өзекті сұрақтарды қойып отырсыз да. Ойлаңыз, сол күні шақырған кезде, сол күні келетін болсақ, мүмкін ол сұрақтар туындамас еді. Солай ғой. Сондықтан барлық нәрсеге өкінішпен қарай бермейміз. Кейбір ризықтар бар, кішкене кешіккені жақсы. Кейбір ризықтар бар, шама келсе, ол сол уақыттарда қолдану керек. Оны біз мына жаққа қарап, дәл қазір шамалай алмауымыз мүмкін. Бірақ жаңа өлшем бар ғой. Қартаймай тұрып, жастығыңды пайдалан, ол орынды нәрсе. Өлім келмей тұрып, өмірді пайдалан, ол орынды нәрсе. Солай. Жаңағы дәулетің бар кезде, енді қазақта айтады ғой, атың барда желіп жүріп, ел таны желіп жүріп дейді. Асың барда беріп жүріп дейді. Көрдіңіз ба? Ел таны, мысалы, яғни ел мен атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп деп айтады. Ол болатын болса, ас деген рызық болатын болса, анау уақытта ат бар, және де сол уақытта сол рызық бар еді. Сол кезде инвестиция деген салым дейді, сол өзіне инвестиция салып қалу керек. Ол кезде шын мәнінде бәрі емес, ол жерден әртүрлі өзі қалыптасты. Аллаға ең ұнамды істің бірі аз-аздан, бірақ үздіксіз жасалған амал екен. Бірақ біз мақсатымызға тез жеткіміз келгендіктен нәтижені көрмей жатсақ, бір істі соңына дейін апармай жатамыз. Сондай жағдайда ішкі тірегімізді қалай мықтыласақ болады? Қалай сынып қалмау керек? Сондай сынақтар келген кезде. Сондай бір жаңағындай жетістікке жету үшін қалай сынып қалмай? Біз айттық, мынандайда бір көп адам байқай алмайтын нәрсе, Құранда жаңағы құтылу деген нәрсе бар деп айттық та. Фаузун азим деп айтады, оны да жаңағыдай ұлы табыстар бар деп айтады. Жаннат жерлерде, жаннаттық амалдарда. Ол жаннатқа өзі амалсыз болмайды онда. Сонда бірінші ниетті дұрыстау керек та. Мысалы, бір адам кәсіп ашам деді. Неге ашасынша? Ол айтады, ақша табу үшін деп айтады. Немесе ең сорақы нәрсе, қазір келіспеймін осы нәрсе, тез байып кету деген әңгіме. Тез байып кету деген түсінік. Сол түсінікте амал етеді адамдар. Ол негізі әлемде жоқ нәрсе. Тез баю деген сөз, ол тез ақша табу деген сөз емес. Ол байлық адамның өзінде, өз бойында. Жаңа біз хадисті келтірдік. Осыны американдық бір коуч айтады, Боб Проктор деген көптеген кітапта жазған, сол кісі айтады, адамның өзі, ол сенде, байлық сенде дейді. Сондықтан адамның бойында, ол адамның ойына қарай, іс әрекетіне қарай, сеніміне қарай, жаңағыдай біліміне қарай, жалпы мінезіне қарай келетін нәрселер ғой негізі. Сондықтан бірінші ниетті дұрыстау керек. Қайда бағыттап бара жатсыз, соған қарай. Мысалы, Шәкәрім атамыз айтады осы ниет турасында, ол жерде бар. Мақтан үшін мал жима дейді. Мақтанды ниет етпе деген сөз ғой. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Енді мысалы мен мал жинай бастасам, онда не істеуім керек? Мен жанға инвестиция, жанның қоры ретінде жинауым керек та, мақтан үшін емес. Солай? Мақтан үшін болыңызда қателеседі. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Көрдіңіз бе? Жан үшін, бірінші. Қазаққа көз сүзбестің қам үшін жи. Яғни бір қазаққа барып қарыз сұрамас үшін жинауым керек екен. Біреудің алдында кіріптар болмас үшін, қарыз алып, одан кейін қашып жүретін болса жаңағыдай, онда біреудің құқықтарын мойныма алып қашып жүрген адам болғанда, сол қазаққа, яғни адамзатқа деген сөз ғой.
қарыз болмау үшін де жинау керек екен, мақтан үшін емес. Арың сатпа, терің сат, адал ізде дейді. Арың сатпа, терің сат. Ар сатқаннан гөрі тер сатқан жақсы да. Еңбек сатқан жақсы. Еңбектен. Қалай еңбекті тиімді бере аласыз? Тер сату деген сөз бұл 12-15 сағат күнде жұмыс жасау деген сөз емес. Мейлінше тиімді жасау. Ал енді тиімді жасау үшін адам өзін байыту керек та, өзінің бойын байыту керек. Ғибадат пен адалдық ар үшін жүй деп айтады. Көрдіңіз бе? Ғибадат бар, адалдық бар. Ешкімнің жаңағы ала жібін аттамау үшін, арын сақтау үшін. Солай? Арын сақтау үшін. Яғни арын ол менің дінімен байланысты, ұлтымен байланысты болады. Сондықтан арыз сақтау үшін және ғибадат, құлшылық үшін. Мысалы бір нәрсеге садақа беруім керек, бір нәрсеге қамқорлық жасауым керек, бір жетімді қамқорлық қалуым керек, немесе қайырым жасауым керек, немесе зекетін беру керек деген сияқты сондай үлкен мақсаттармен жинауым керек. Ақша жинауды да. Міне осы ақша жинаудың техникасын, әдіс тәсілін айтып өткен шәкәрім бабаларымыз, аталарымыз. Сонда адам күйремейді, іште күйзелмейді. Менің ниетім осындай еді, Алла тағала менің ниетіме қарай береді. Ол бір нәрсе болмай жататын болса, онда жаңағыдай неге түспейді, күйзеліске түспейді ол адам оңайлықпен. Өйткені менің ниетімді осылай деп қойғам. Ал енді ақша деп қойған кезде оның күтетін нәрсесі көбірек болатындығын, сол күтетін нәрсесі болмай қалған кезде ол бірден жаңағы жанып кету деп айтамыз ғой, выгорание дейді ғой. Сондайға түсіп кетеді адам. Ары қарай Алла сақтасын, ол жаман нәрсеге алып баруы мүмкін, жаңағы суицидке, басқа нәрсеге. Сондықтан әрқашанда әр істе үлкенді болсын, кішілі болсын ниет болу керек. Яғни ниет деген сөз ол айту емес, бір ниет еттім деген сөз емес бұл жерде. Бұл не нәрсеге осы істі бағыттап бара жатсыз. Сол бағытыңызды білсеңіз, сол ниет болып шығады автоматты түрде. Мен мысалы өзімнің өмірімді алсам да, тоже есіме түсіп отыр да. Кезінде біздің құрдастар көлікпен жүрген кезде мен автобуспен 2 пересадкамен жаттығуға баратым, жаңағы остановкаға дейін 40 минутта жаяу жүріп келем. Сосын бір сағаттай 2 пересадкамен автобуспен барам. Одан қайтқанда тура солай қайтам да. Бірақ жаттығу жасаған кезде 4-5 сағат, менің құрдастарым 2 сағат, 3 сағат жасаса, мен 4-5 сағат, 5-6 сағат жасайтын едім жаттығу. Сөйтіп қайтатын едім. Сол кездерім есіме түсіп отыр да, сол кезде қатты шаршайтын едім, бірақ бір андай болашақтан үміт деген бір сол нәрселер маған ұнайтын еді да. Бір болашақтан деген үміт күту, бір сондай бір сезімдер бар ғой, жаңағындай бір жақсы сезімде болатын да, былайша айтқанда. Өзімнің істеп жатқан, өзімді былайша айтқанда, сіз айтқанда жаңағындай бай сезінетін едім да. Хотя мысалы мен 80 теңгемен, ол кезде 80 теңгемен автобуспен жүрем. Былайша айтқанда жағдайым мәз емес еді да, квартирада тұрамыз. Ол енді жаңа айтып жатырмыз, ол заттың болуы, көліктің болуы, немесе үйдің болуы, ол адамның байлығын көрсетпейді негізінде. Ол бір тек өлшем, индикатор, яғни ол басты нәрсе емес деп жатырмыз да, басты нәрсе. Ол көліктегі жаңағы не сияқты, жылдамдық өлшейтін спидометр сияқты мысалы. Сіз 100-мен кетіп бара жатсыз ба, 120-мен кетіп бара жатсыз ба, мысалы, соны көрсетіп отыр да. Бірақ сіздің әрекетіңіз ол басқа ғой, әрекетіңізді көрсетіп жатады да ол. Тура сол сияқты жақсы, ол сізде іс-әрекетіңізде, ойыңызда, үмітіңізде бай бол. Ал кейбіреу бар, көлігі бар, үйі бар, қымбат көліктері бар, бірақ іші күйрек, бос. Сәл бір нәрседен мұрт сынады. Ол ондай да бар да. Сондықтан жаңа хадиске қайтып келетін болсақ, адамның ішінде болады да байлық. Қазір сол біздің жастарымыздың көбісі мынау есірткіге, сондайға жаңағы құмар ойынға әуес болып жатқан себебі де сол ма деп ойлаймын мен ше. Ол енді анау ішкі бостықтан келеді. Ішкі бостық деген бар мәселен. Фарағ деп айтады оны. Құран тілінде де, және де араб тілінде де фарағ деп айтады. Бостық деген сөз ғой. Адам іші бос. Яғни оның ойында еш нәрсе жоқ. Енді адам бос болған кезде, бос емес адамдар оны пайдаланады. Өзінің жобасына, өзінің жұмысына, сен бос жүр екенсің, уақытың бар екен, маған көмектесіп жіберші. Немесе сен бос екенсің, мен жұмысыма, пәлен деген жұмысыма барып келе салшы деген секілді жұмсаулар. Сол кезде ол адамның мақсаты тек ана адамның ісіне ғана шапқылау болып қалатындығын, осы жерден бостық туындайды да. Жалпы мынандай бар, қай салада бар болса да ол бар, әлем бостықты жақсы көрмейді.
әлем бостықты сүймейді. Кім бос болады, сол адамның басына қырсық үйірсек болады. Көрдіңіз ба? Яғни ол медицина саласында да бар. Ол білімдер деп айтамыз ғой, жаңағы химика, физика, жалпы дін, қай салада болсын, ол бостық. Оны Абай атамыз айтып өткен, иә? Қайғысы жоқтық, мәселен, бостық мәселен. Яғни адамда қам жоқ. Ертеңге деген қам жоқ. Қам тұратын жерде бостық бар. Соны айтады ғой, жаңағы. Қашан, Шарқ сүресінде, қашан бір істен босайтын болсаң, онда басқа іске түрегел дейді. Басқа іске түрегел қалай? Басқа іске ойла, жоспарла, ниетіңді қой. Басқа, яғни, әрине, адами фактор қарағанда демалыс керек, шын мәнінде демалыс керек болып қалады кейде. Бірақ демалыс көбейіп кетуге болмайды. Әлем жалпы бостыққа қарама-қарсы жұмыс жасайды. Сондықтан бір адамның энергиясы, несі жоқ, көңіл күйі жоқ, мысалы құлқы жоқ. Бірақ уақыттар кетіп жатыр, ол уақыт оған қарама-қарсы жұмыс жасай бастайды енді. Сондықтан жаңағы жастардың неге соған салынып кетті деп айтамыз ғой. Ол проблема, бұл салдары. Оның себебі ішкі бостық. Одан кейін тәрбие шығар бәлкім, тәрбие. Сол тәрбие бәрінің олқылықтарынан адамның ішінде бостық туындайды. Бос. Енді бостықты нәрсені өзіңіз білесіз. Жаңағындай мықты бол, ондай мықты болу керек, әлсіз болмау керек, жаңағындай бос болмау керек деп тәрбиелейтін, жеткізіп айтатын бәлкім адамдар болмай жатқаннан. Ондай шын мәнінде дәл қазір қоғамда, дәл нақты айтқан кезде қазақ халқында, басқа ұлттарда мен білмеймін. Қазақ халқында өзіміз қазақ болғандықтан, қазаққа бірінші жанашыр болғандықтан, сондықтан қазақ халқында осы нәрседе жаңағы көсем деп айтамыз, лидер осы тұрғыда аз екендігіне шындық. Өзінің ұлтына, өзінің тіліне, өзінің дініне деген секілді бос қарағандықтан осындай нәрселер орын алады. Жаңағы біздің жалпы ұлт ретінде сақталып қаламыз ба, ұлт ретінде халқымызды сақтай аламыз ба деген секілді осындай бостықтар болған кезде жаңағыдай оның салдары көріне бастайды. Сондықтан әр адамда жоспары болу керек деп ойлаймын. Мысалы, менің бүгінгі жоспарым, ісім мынанша сағатқа созылады. Шамамен. Енді күтпеген нәрселер болады. Бүгінгі күнімді осылай деп арнаймын. Немесе мына жерде кітап оқимын, мына жерде отбасыммен бірге боламын. Мына сағаттар менің жұмысыма қатысты деген нәрсе жүйелі түрде болу керек негізі. Жүйелі түрде болған кезде адам ондай жаман жылыққа апаратын бостықтарға ол қол тимейді. Ол адамның мақсаты жоқтықтан, қамы жоқтықтан болады ғой негізі. Жаңа Абай атамыздың айтқан өлеңіне сай дейсіз ғой, тура. Ұстазыма енді қазіргі кезде біздің елімізде біраз жерлерде апат болып жатқан барша қазаққа, жалпы барша әлемге мәлім болып кетті ғой енді. Инстаграмды ашсақ қазір шыны керек бір көңіл күйің түсіп кетеді да. Жаңағы батыста болып жатыр, одан қазір солтүстікте міне біраз жігіттермен жиналып, біраз қол ұшын созып жаңағы КамАЗдар, фуралар жібердік. Жігіттер барып келді. Жалпы бұл біздің елімізде ғана болып жатқан жоқ екен. Оның алдында мысалы Түркияда жер сілкінісі болды. Қазір Дубайда да осындай нәрсе болып жатыр екен. Бұның себеп салдары неден деп ойлайсыз? Ресейде де болып жатыр. Бұл Алланың бір ескертуі ме екен? Әрине, ол ешқандай әлемде жалпы себепсіз еш нәрсе жоқ. Оны біз себебін сан-саққа жүгірсек те, ол себебі дамба жасамағандықтан, себебі адамдар кінәлі болғандықтан, жауапкершіліктің жоқ болғандығынан деп сыртқы себептерді айтатын болсақ та, ол бізге ғайып болған, көзге көрінбейтін ішкі себептер де бар да. Бірінші, бәлкім ол ішкі себептер бірінші. Мысалы, сіз маған бір істі тапсырасыз. Мен сол істі кеш жатқанмен, кеш тұрдым, кеш ояндым, сөйтіп іске атқаруға бір жерге, межелі жерге, уәделенген жерге келуге кешігіп қалдым. Мен енді айтам, не деп айтам? Көше кептеліс екен деп айтам. Мен сылтауым ғой. Немесе кеш тұрып қалдым деп айтам.
Енді неге кеш тұрдыңыз? Өйткені кеш жаттым. Сізге кім кеш жат деп айтты? Онда сіздің ішкі мәселеңіз адамға көрінбейтін. Онда бүгін келіскен іске сіз оншалықты мән бермегенсіз. Егер мән берген болатын болсаңыз, мысалы түн ортасында сіздің ұшаққа мініп сапар қылатын болсаңыз, онда сіз не істейсіз? Қам жейсіз онда. Ертерек жатасыз, 2 сағаттан кейін тұрасыздан әуежайға барасыз. Сол үшін қамданасыз ғой. Онда ол жерде кешікпейсіз. Өйткені сізде ол жерде кешіп қалсаңыз көп ұтылатын нәрсеңіз бар да. Ал енді сіздің айтқан нәрсеңізде мен салғырт қарағандықтан ішкі себептер көрдіңіз. Мен кеш жаттым, нәтижесінде кеш ояндым. Негізі оятқышты қойсам да болар еді, кеш жатсам да. Ал оған да мән бермедім ғой мен. Сондықтан сыртқы себептермен көп біз сонымен әбігер болып қаламыз да, ішкі себептерге үңілмейміз. Ол ішкі себептері ол біздің бәріміз жауаптымыз негізі. Ол үкімет қана емес, немесе әкімдері ғана емес, немесе пәлен облыстың, өңірдің халқы ғана емес, ол бәріміз осы жерде. Мысалы, әлемде ешқандай бір жеке басты нәрсе жоқ та, жеке басты нәрсе жоқ. Ол бәрі-бірімен байланысты. Мысалы, мына кофені қазір біздің алдымызға келу үшін оған қаншама адамдар қатысты ғой. Мынаның қалбыры, ыдысы қай жерден шықты? Оны кім әкелді? Солай ғой. Ана жақта біреу жасады, шетелде. Ол біздің қазір алдымызда тұр. Қаншама сатыдан, қаншама жолдан келді, қаншама адамның қолынан өтті деген секілді ғой. Біз оларды танымаймыз да. Тура сол сияқты адамдар ішкі себептерді танымайды. Ол енді қайсы деген кезде біз адамдардың жасап жатқан олқылықтарынан келеді да. Оны Құранда ашық көп жерде айтқан, бірнеше жерде айтқан. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Не дейді? Сендерге келген жаманшылықтар, апаттар, бәлекеттер ол сендердің қол екі жасаған істеріңнен дейді. Оған сенген адам сенді, сенбеген адам сенбейтін сөздерін айта берер, мархабат не айтса да, бірақ ол шынында да сондай. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ дейді жаңа аятта екінші арасында. Бірақ көп істерінен кешірді дейді. Егер біздің істеген нәрсемізді таразылай беретін болса Алла Тағала, онда біздің бүкіл Қазақстанға келеді. Жалпы жер бетінде тұрып жүруіміздің өзі қиын болып қалады негізі. Өйткені біздің ойымызбен қанша күнә жасап отырмыз, ісімізбен қанша қателер жасап отырмыз. Алла Тағала оның бәрін есепке таққан жоқ қой. Бірақ еске салу үшін осындай бір нәрсе апаттарды көрсетеді. Оған да адамның өзі кінәлі. Сондықтан жаңағы оны бір тараптан ғана сыртқы себептерін ғана емес, мен жаңа мысал келтіріп отырмын, сондықтан ішкі себептер де бар да, ішкі себептер де бар. Соған олай болатын болса, бұл ескертпе. Дұрыс дайындалымда дұрысталуымыз керек. Себептерін жасаңдар деген бір белгі. Егер біз оның жаман, негатив жағынан қарайтын болсақ, онда біз тағы да ұтыламыз да. Кінәліңіз деп, оны жазалап, сондай болды деп қана қоятын болсақ, онда тағы ұтыламыз. Оның басқа жағынан қарау керек. Өйткені Алла Тағала айтады ғой, біз әрбір нәрсені жұп қылып жараттық дейді. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жаман жағын қарасақ, оның жақсы жағын іздейтін болсақ, онда тағы да жақсы жағына қарап, онда дұрыс ісімізді дұрыстауымыз керек. Ісімізді дұрыстауымыз керек. Сабақ алуымыз керек. Сабақ алу үшін адам тек жаулық көзбен, ашу көзбен қараса, оны сабақ аламайды. Ол дұрыс, әділдік көзімен қараған кезде сабақ алады. Солай. Бір сұрақты ұмытып кетіппін жаңа ұстаз негізі. Маған Бауыржан атамыз айтады, тәуекел түбі жел қайық жүзесің де өтесің, уайым түбі тұңғиық батасында кетесің дейді. Жалпы осы тәуекел ету жайлы айта кетсеңіз, дұрыс қалай тәуекел ету керек жалпы адам? Бассыз рискке де баруға болмайды, мысалы кәсіпте көп келеді. Қалай саралауға болады жалпы? Қалай саралаған дұрыс? Өзіңіз осы жайлы айта кетсеңіз. Бірінші, тәуекел мен риск деген нәрсені ажыратып алуымыз керек. Риск деген нәрсе ол көз жұмбайлыққа салыну. Риск қашан болады? Мен мына істің дұрыс екендігін, харам халал екендігін білмей тұрмын, бірақ мен ақша тапқым келіп тұр. Солай ғой, қазіргі риск жасаймыз деп жатқандар, риск жаса деп жатқан адамдардың да несі сол ғой, қолданатын сөз осы. Жоқ, ондайға салынуға болмайды. Өйткені адамға шариғат келді, адамға ақыл берілді, адамға уақыт берілді, адамға кеңесу,
ақылдасу деген нәрсе берілді, соның білім алу қабілеті берілді. Сондықтан әбден өлшеп саралап барып ақылдасып барып істейтін болса, ол тәуекелге барады, осы рискке бармайды. Риск дегенде ол нәрсе жоқ. Риск деген сөз, мәселен, бір екі үйдің арасында бір мысал айтып жатырмын тек, бір дары жаңағы арқанды керіп қойып көз жұмып, өлсе өлді 50%, немесе өтуі мүмкін, немесе өлуі мүмкін арқанның ана шетіне қарай. Сол кезде мысалы сізге мынандай ақша беремін деп қояды, ол риск ол жерде. Өйткені Құран айтады, өздеріңді құрдымға жіберетін, өздеріңе қатерге әкелетін нәрсеге өз қолдарыңмен бармаңдар деп айтады да. Өздеріңді өлтірмеңдер деп айтады. Бұл риск нәрселер. Ал тәуекел, мен Алланы уәкіл етемін өзіме. Өкіл деген нәрсе бар ғой. Адамның сүйенетін нәрсесі. Мысалы, осы сатуда, осы тауарды сатуға біз өкіл жібереміз. Астана қаласына, Шымкент қаласына, мысалы, өкіл. Сол жауап береді. Сол тауардың сапасына деген секілді. Осы серіктестікке деген секілді. Сол сияқты ісіңізде Алланы уәкіл ете алсаңыз, онда тәуекел болады. Ал енді Алланы қалай уәкіл етеміз деген кезде, ол жерде өзіңізде бірінші сенім болу керек. Сенім. Сол істе, сол қызметте, сол сатайын деп тұрған нәрсеңізді айтып жатырмыз тек біз, мысалы. Сол нәрседе өзіңіз біліміңіз болу керек, тәжірибеңіз болу. Сол кезде сіз өзіңізге сенім пайда болғаны, сенімді болған адам Аллаға да сенім артылады. Өзіне сенбеген адам Аллаға да сенімді артылмайды. Сондықтан Аллаға тәуекел деген сөз, ол Аллаға уәкәлә деген сөзден шығады, Алланы уәкіл ету. Яғни ол тәуекел ету деген сөз қалай? Мысалы, ұры ешқашанда қанша шебер ұры болса да тәуекел ете алмайды. Өйткені Алла ондай іске уәкіл емес, жолдас емес, қолдаушы емес. Алла таза істерге, пайдалы істерге, сенімді істерге уәкіл болады. Тәуеккәл. Және де ол алдында шешім болу керек. Өйткені Құранда айтады, «Фәиза азамта фатаваккал алалла». Қашан шешім етсең, қашан шешімге дайын болсаң деген сөз ғой. Қашан шешімге дайын болатын болсаң, онда Аллаға тәуекел етеді. Яғни мен бір нәрсені көп ойландым, ақырында шешімге келдім, осыны жасаймын, немесе жасамаймын. Екеуі де шешім ғой. Сонда жасаймын деп шешімге келген кезде, ары қарай одан қанша табатынды мен білмеймін қазір. Анық айта алмаймын, нөл нешін айта алмаймын. Ол өйткені ризық. Ал ризық менің ісім емес. Ризыққа баратын қадамдарды басу менің ісім, ризықты беретін Алла тағала. Сондықтан мен Алланың шекарасына қарай бас сұқпауым керек. Өйткені ол Алланың шекарасы. Бір аятта айтады, көптеген аятта. «Уатилка худудулла». Міне, осы айтылған нәрсе Алланың шекарасы, шеңбері. «Уаман ятаадда худудалла». Ал енді кім Алланың шеңберінен өтіп кететін болса, өзінің шеңберінен, Алланың шеңберінен бас сұғатын болса, фақад залама нафса. Ол негізі өзіне өзі зұлымдық еткен болды деп айтады. Жаңа кәсіпкерлердің кейбір кәсіпкерлердің рискке барамыз деп, өзі білмеген нәрсеге, өзі танымайтын, өзі білмейтін нәрсеге инвестиция салып, ақша жоғалтатын, ақырында күйіп қалатын да нәрсе, осы көріністер осыдан риск. Жоқ, тәуекел. Тәуекел қашан болады? Тәуекел сіз білетін нәрсеге аздап ақша сал, көп емес, аздап ақша сал, және де аздап болса да қимылдай бер, әрекет жасай бер. Міне ең сенімді жол сол да. Ең сенімді тәуекел осы, ең дұрыс тәуекел. Ал енді көп адамдар оған шыдамайды ғой, сабыр жетпейді ғой. Тез байып кетемін деген түсінікпен. Анау деген пәлен алды, мынау деген пәлендеге саяхаттап жатыр. Мен қашан деп өзін өзі асықтырады да, бірақ ол оған піспеген әлі. Піспеген ас жей алмайсыз ғой. Піспеген затты сата алмайсыз ғой. Тура сол сияқты адамның өзі піспеген әлі. Солай. Сондықтан бірінші мынадай сөзге де келіспеймін. Егер менде ақша болатын болса, мен тез кәсібін бастап кетемін. Жоқ. Ақша орта жолда табылады. Адамның өзі әлі ақша деген ризық қой. Алла тағала оған ризықты беріп тұрған жоқ негізі. Бірақ ол өзі асығып жатыр да. Енді оған не істеу керек? Ол әбден осын жетілдіру керек. Сол кәсіпті оқып зерттеу керек. Сол кезде ақша келеді. Сондықтан Израиль халқында, ол енді Израиль халқы дегенмен ол кітап түскен халықтар ғой негізінде. Ол жерде Таурат деген үлкен кітаптар бар, және де жазылған. Мына сөз сол Израиль елінікі, еврейлердікі. Қашан шәкірт дайын болған кезде ұстаз келеді дейді. Көрдіңіз бе?
ол шәкірт пен ұстаз, студенттегі университеттің ұстазы емес бұл жерде, мұғалім емес, мен университетте сабақ беремін ғой. Мен айтып жатқан жоқ бұл жерде. Шәкірт әрқайсымыз. Ұстаз ол жағдайлар. Және ұстаз ол Алла тағала. Өйткені бірінші түскен 5 аяттың ішінде осы нәрсе мағына бар да. Алламал инсана ма лам я'лам. Адамзатқа білмеген нәрсесін үйретті деп айтады. Үйретуші кім? Ол ұстаз. Үйретуші. Ол түрлі жолдармен, түрлі жағдайлар беріп, оған үйретеді. Бір жағдайы арқылы береді, бір нәрсеге аян береді, бір нәрсеге түс көрсетеді, бір нәрсені үйретеді, бір қиыншылықпен үйретеді, мысалы, сабырлықты үйретеді, даналықты үйретеді. Сондықтан ұстаз келеді деген сөз, шәкірт әлі дайын болмаған. Яғни ақша оған неге келмей жатыр? Ол шәкірт әлі дайын емес. Оған не істеу керек? Ол қазір тәжірибе жинау керек тәледе. Сол нәрсені зерттей керек. Ақша ол бір-ақ күнде келеді. Бір-ақ күнде келеді. Мәселе ол емес. Мәселе ол өзі қаншалықты жетілді. Сол. Егер сіз мысалы бір істе жетілген болсаңыз, өз кәсібіңізді жаңағыдай эксперт деп айтады ғой мысалы. Соны өте жақсы білген адам болсаңыз, сізге білесіз ба? Сізге инвестор іздеудің қажеті жоқ. Ол өзі-ақ келеді. Солай ғой? Инвестор өзі-ақ келеді. Ақшасын алып келеді. Мәселе осы. Инвестор іздеудің қажеті жоқ. Инвесторге де жақсы білімді адам керек. Кәсіпкер керек жақсы. Ақшасын салатын. Ол өзі-ақ келеді. Ризық өзі-ақ келеді. Адам дайын болған кезде. Мәселе сол. Өзімізді дамытуымыз керек деп тұрсыз ғой, короче. Енді хадисте айтып өтті ғой. Уәләкиннал ғина ғинан нафс, жан байлығы деп айтты. Өзімізді дамытуымыз керек. Ойымызды дұрыстауымыз керек. Ойымызды дұрыстауымыз керек. Біз тәфәккүрде айтам ғой деп отқаным. Тәфәккүр деп айттық қой жаңа. Бізде осы құлшылық бар ма деген кезде бар. Бар, қашан бар? Оны біз иатикаф деп айтамыз. Иатикаф дегенде Рамазанның соңғы 10 күндерінде мешітте қалып, үйден шығып, мешітте қалып жасайтын құлшылық. Бұл иатикаф көп намаз жасау деген сөз емес. Адамның өзі жеке қалуы. Ойлануы. Шәкәрім атамыз айтады ғой. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлгеннен соң не болам деп. Осы ортасын екінші сұраққа көп ойлану керек та. Қайтсем пайдам. Иатикафта жасалған көп құлшылық осы жерде. Қалай адамзатқа пайда берем? 10 күн жаттыңыз ба? Жаңа кешірім күн деп айтамыз ғой, кешірім күндері деп айтамыз ғой. Рамазанды 10 күнге бөлеміз ғой, 3-ке бөлеміз ғой. Соңғы күні кешірім тәубе күні деп айтамыз да. Тәубе күндер 10 күн. Сонда адам ойлану керек та. Мен адамды кешірдім. Өзіне өзі есеп беру керек қой адам. Есеп беру керек та. Хазірет Омардың сөзі бар. Хасибу анфусакум қабля ан тухасабу. Өздеріңіз есепке алынбай тұрып, өздеріңізге есеп қалай? Бір жағдайлар, ұнатпайтын жағдайлар келмей тұрып, өзіңізге есеп беріңіз. Ал енді көп адам өзіне есеп бергісі келмейді. Солай ғой, мен не істеп жүрмін, мынау ісім дұрыс болмады ау деп өз-өзін мойындағысы келмейді. Айналаны кінәлайды. Сондықтан өзіне есеп берген кезде осы Рамазанның ішіндегі иатикаф құлшылығы көбінесе сол да. Үйден ұзап, мешітке кіріп, 10 күн бойында өз-өзімен қалу. Алла бар, өзі бар. Өз-өзімен есеп беру. Ол құлшылық бар да бізде. Иатикафты біз көбінесе мешітте қалып, жамаатпен намаз оқса, сол ғана деп қоямыз да. Онша мән бермей қоямыз. Жаңа құлшылықтардың несіне. Сондықтан сол жерде тәфәккүр соның ішіне кіреді. Иатикафтың ішіне кіреді да. Иатикаф деген бір база деп елестетіңізші. Тәфәккүр болсын, өз-өзіне есеп беру болсын, ол соның ішіне кіреді бәрі. Өзін-өзі тану болсын. Тану керек қой адам өзін. Жаңа аятта айтты ғой Зарият сүресінде. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Өздеріңде ғой дейді, әр нәрсенің жауабы, шешімі. Зерттемесіңдер ме өздеріңде, өз жандарыңды деп айтады. Сонда жаңа иатикаф деген ол Рамазанда бар, Рамазанның тысында да бар, сыртында да бар. Жеке қалу. Оны Қожа Ахмет Яссауи бабаларымыз халуа деп айтады. Халуа, қылуетке түсті деп айтамыз біз. Халуа, оңашада қалу. Оңаша қалып, өзіне өзі. Өйткені оңаша қала алмаған адам өзіне есеп беруден қашқан адам. Ол жаңағы қасындағы адамдар. Сонда иатикаф деген сөз қалай? Бір мағынасы. Көп сөйлемеу, көрінсе көп тыңдау. Аз сөйлеп, көп тыңдау деген келеді. Иатикаф аз сөйлеу.
мынау марғұлан шешенбай ағамыз кайдзен час деп айтып жүреді ғой. Сол таңертеңгісін күнде тұрып алып жаңағы таң намазын оқып алғаннан кейін өзі серуендеп жүріп жаңағы жақсы ойлар келеді екен да сонда. Жалпы ол менің де әдетімде бар. Мен оны Мысырдан бастап жасаймын. Күнде істейсіз? Қараңыз, енді күнде істеп айтайын, өйткені біз 6:30-да шығып кетуіміз керек. Жаңағы үйімізбен арасында кептесіп болып қалады, сабақ үлгермей қаламыз. Ал енді қазір мысалы сабақтан көп сабақтан кішкене босап жатырмыз. Осы неде? Жаздың күндері мен ол әдетім. Мен кешке де шығып кетемін үйден. Күнде? Күнде. Демалыс күнде? Демалыс ол мен үшін демалыс қой. Мәселен, демалыс күндері де жасаймын, жұмыс күндері де жасауға тырысамын. Өйткені ол демалыс та, ол бір жұмыс емес. Ал мысалы сондай кезде, мысалы менде де болады ондай. Кейде жалғыз соңғы күндері осы соңғы бір 2 жыл 3 жылда жиі сондай болады да бір өзім жеке жүргім келіп қалатын кездер болады. 1 сағат 2 сағат болса да анандай. Бірақ кейде ойлайсың да сол келіп жатқан ойлар дұрыс па деп жаңа жалғыз адамға ауызбелді шайтан. Жоқ, ол бәрін өйтіп қарай бермейміз. Өйткені біз мінәжат деп айтамыз. Мінәжат деген сөз жалпы Алла Тағала мен адамның жеке қалғандағы диалог болады да. Мінәжат деп айтамыз сол нәрсені. Мұнажа деген сөз жалпы фаиза наджайтумур расула, яғни сен аятта айтады жаңағы Алла Тағаланың елшісімен жеке қалғыларың келсе, оңаша сөйлескілерің келсе деген сөз ғой. Мұнажа деген сөз сол түбірден шығады, Алламен жалғыз қалу. Сондықтан ол шайтанға өзі жақын болып жүрген адам ғой, 1000 адам ішінде болса да келе береді ол нәрсе. Оған қарамайды ғой. Адамның өзі ішкі жағы бай болатын болса, ісінде орнықты болатын болса, не үшін бара жатыр соған, не үшін жүрейін деп жатыр, соған есеп беретін болса, сондықтан мен жалпы бос жүргенді ұнатпаймын. Ол жеке жүрсем де бір нәрсе тыңдап жүремін, немесе кітабымды ала шығамын, немесе бір нәрсенің төңірегінде ойланайын деп шығамын да. Әлбетте жауабын табамын. Ол 4 қабырға қарап жауап тапуымыз мүмкін. Бірақ кең айналаға шығу керек та. Айналаға қарай шығу керек негізінде. Кейде бір сапарға шықсаң, мысалы бір алыс жолға тоже бір жақсы ойлар келеді да, көлікпен барсаң. Жақсы ойлар келеді. Мен осы жаңа бүгінгі сабағымда 2 топқа соны айтып жатырмын да. Бірінші, сапар деген сөздің өзі арабша мағынасы сафар. Сафар деген ашылу деген сөз. Сізге сұрағыңызға жауап ашылады да. Сафар, сондықтан біз айтамыз ғой, жолдасыңды жолда тан деп айтамыз. Сапарда тан. Өйткені жолдасының хақиқи мінезін, шын мінезін біз жолда табаймыз да, өзімізді, немесе жолдастарымызды шын мәнінде мінезі қандай. Сондықтан сапар деген ол өте бір жақсы нәрсе. Менде мысалы сапарға шыққан кезде былай ниет етемін да. Демалуды ниет етемін. Алланың жаратқан нәрселерін көруге, ғибраттануға ниет етемін. Және сұрағыма жауап іздеп ниет етемін да. Әлбетте жауап табылады. Өйткені сіздің үйіңізден шықпаған келген ойлар, ол тауды көргенде, көлді көргенде, кеңістікті көрген кезде, бір адамдармен сөйлескен кезде, сол арқылы Алла Тағала жауап береді. Ондай аяттар бар. Жақсы. Бәрекелді. Ұстаз, бізге келіп осылай ағыңыздан жарылып, керемет сұхбат бергеніңізге Алла нұр жаусын, мол сауаптан жассын. Біраз ақпараттар алдық, өзімізде мына жерде отырып, бізді көріп отырған көрермендер де жақсы бір ақпараттар алды деп ойлаймын, жалпы. Біздің көрермендерге бір-екі ауыз сөзіңіз болса. Жақсы. Тілегіңіз болса. Тілегіміз бар қазақ халқына. Жалпы Яқуб алейхиссаламның ұлдары Юсуфты таппадық деп келеді, сол кезде ля тайасу мин рухилла, яғни Алланың кеңшілігінен үміт үзбеңдер деп айтады да. Сөйтіп сол сөзді тыңдап, жаңа Яқуб алейхиссаламның балалары барған кезде, екінші барған кезде Юсуфты тапты да. Сол сияқты қай жерде болса жаңа үмітке орын қалдырып қою керек қой негізі. Жаңа үрейге, қайғыға ғана емес, үмітке де орын қалдыру керек қой. Сондықтан үмітке жаңа орын қалдырсаңыз, онда Алла Тағала сіздің оныңызға әлбетте жауап береді. Қазақ халқына жаңа тілеріміз барлық кезде бірге болайық, барлық кезде бірге болу керек. Құранда айтады, жақсылықта, тақуалық істерде бірге болыңдар деп айтады да, өзара көмектесіңдер деп айтады. Сондықтан бәріміз бірге болуымыз керек. Жақсылықты да сезінуіміз керек, жамандықты да ортақ сезіну керек. Сол кезде қазақ халқын мәңгі
халық ретінде сақтап қаламыз деп алдан үміт етеміз. Ұстаз, бізге келіп осылай сұхбат бергеніңіз үшін міне бір кішігірім азын аулақ сыйлығымыз бар. Елжан бренд деген өзіміздің отандық өнім, Қажымұқан деген бауырымыз айналысып жатыр жалпы. Осы жерден бір сізге кішігірім сыйлығымызды табыстасақ па деген. Мынау жалпы жакет қой. Өзіңізге қазақи стильде, өзіңіздің сабақтарыңыздан жиі байқаймын, жакет киіп жүреді екенсіз. Сол мынау қазір енді күн жылып жатыр, бірақ күн Алматыда кешке қарай салқын ғой, киіп шықсаңыз да көшеге міне. Жақсы, рахмет. Керемет екен. Киіп жүреміз. Алла қабыл етсін. Амин. Алла разы болсын. Рахмет. Баршаңызға рахмет.